Саламатсыздар ма? Мен Атырау қаласы Қайырғали Исмаил атындағы орта мектебінің қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі Қуанова Әлия Қайрошқызы боламын. Бүгін біздер 5-ші сыныптағы қазақ тілі сабағын бастағалы отырмыз. Сабағымыздың тақырыбы жұлдыздар әлемі. Оқушылар, бүгінгі біздің мақсатымыз оқылым стратегияларын қолдану, жалпы мазмұнын түсіну үшін оқу, нақты ақпаратты табу үшін оқу. Екінші мақсатымыз төл сөз, төлеу сөз, автор сөзінің қызметін білу, төл сөзді төлеу сөзге айналдыру. Біздер осы мақсатта қысқаша тезистік конспектіге көз жүгіртейік. Күн неге батады, неге шығады? Шындығында күн батпайды және шықпайды. Жер өз білігінен сағат тіліне қарама-қарсы бағытқа айналу арқылы күнге біресе бір жағымен, біресе екінші жағымен қарайды. Ал бізге күн шығыстан шығып, батыстан бататын секілді көрінеді. Ай, күн мен жердің арасынан өткен кезде күннің бетін көлегейлейді. Бұл күннің тұтылуы деп аталады. Әдетте жердің көпшілік бөлігінде жарым-жартылай тұтылу көрінеді. Айдың тұлғасы күнді толық жапқанда 7 минуттай түнек орнайды. Оқушылар, енді мұқият назар аударыңыздар. Біздің кітабымыздағы 152-ші беттегі 6-шы тапсырманы қарайық. Оқылым мәтін мұқият оқыңыз. Мәтін мазмұны бойынша маңызды тірек сөздерді және маңызды бір ақпаратты берілген сызбаға жазып отырыңыз. Енді мына берілген кестеде нақты ақпаратты бір бағанға жазыңыз, қосымша ақпаратты екінші бағанға жазып орындаңыз. Сізге тапсырма. Оқылым барысында жазып алған ақпаратты қолданып, мәтіннің тақырыбы, идеясы, мазмұнына толық талдау жасаңыз. Енді балалар, әдеби тілдік норма бойынша біз жаңа ғана айттық, төл сөз, төлеу сөз, автор сөздерінің қолданылуы. Қалай қолданамыз? Төл сөзді төлеу сөздің орнына қалай қолданамыз деген болатынбыз. Олай болса, мен сіздерге төл сөздің анықтамасын беремін. Сөйлеушінің біреудің сөзін бұлжытпай, еш өзгеріс жасамай, үтір нүктесіне дейін сол күйінде қолдануын төл сөз деп атаймыз. Мысалы, Абай қазақ елінің мақтанышы, елдің қазақы келбетін танытатын ірі тұлғасы, деді мұғалім. Осы арадағы төл сөз Абай қазақ елінің мақтанышы, елдің қазақы келбетін танытатын ірі тұлғасы. Ал автор сөзі, деді мұғалім деген автор сөзі. Біреудің сөзін қолданушының сөзін автор сөзі дейміз. Төлеу сөз. Сөйлеушінің өз сөзінің ішінде басқаның сөзін өзгертіп, жалпы мазмұнын ғана сақтап айтуы. Мысалы, ұстазымыз Абайдың ұлы ақын екендігі туралы және елдің ұлттық келбетін танытатын ірі тұлғасы екендігін айтты. Осы жердегі төлеу сөзіміз Абайдың ұлы ақын, елдің ұлттық келбетін танытатын ірі тұлға деген сөздер төлеу сөзде, туралы екендігін айтты деген негізі автор сөзі. Бірақ біреудің сөзін, ұстазымыз біреудің сөзін айналдырып, өз сөзіне айналдырып айтып тұр. Сондықтан бұл төлеу сөз дегеніміз осы. Осы екеуінде басқаға жеткізіп түсіндіріп беретін сөз автор сөз деп аталады. Төл сөзде, төлеу сөзде басқа адамға жеткізіп беретін сөзді автор сөз дейміз. Мысалы, деп толғана сөз бастады ұстазымыз. Ажар, көңіліміз кешеден бері толқып отыр. Өшкеніміз жанып, өлгеніміз тірілді. Баламыз аман есен шықты. Деп көз жасын сүртті. Осы арадағы деп көз жасын сүртті автор сөзі. Ал тырнақшаның ішіндегі ол төл сөз. Енді сіздерге тапсырма балалар.
мақал мәтелдерді қатыстырып, төл сөз бен автор сөзінен тұратын 4-5 сөйлем құрастыр. Бірінші, қазақ мақалында жаңа айдан жақсылық деп жазған. Бұл төл сөз бен автор сөзі. Ал екінші мысалда жазған мақалдарыңды төлеу сөзге айналдырып жаз. Әжем жаңа айдан жақсылық күтетінін айтады. Үйге тапсырма. Төл сөз бен автор сөзін қатыстырып, ай мен күн ертегісінің желісі бойынша сұхбат. Оқушылар, сонымен біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі сабағымызда кездескенше сау саламатта болыңыздар.